Қайырлы күн балалар, бүгін біз математика сабағынан 114-ші сабақты қарастырамыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Ғарышкерлер берілген, ғарыш кемесінің атауы және ұшу ұзақтығы берілген. Яғни Тоқтар Әубәкіров пен Айдын Айымбетовтің сағатпен өлшегендегі ұшу ұзақтығы қандай дейді. Тоқтар Әубәкіров 7 тәулік 22 сағат ұшу ұзақтығы екен, оны сағатқа айналдырсақ 188 сағат. Айдын Айымбетовтің ұшу ұзақтығы 9 тәулік 20 сағат екен, оны сағатқа айландырсақ 236 сағат. Келесі балалар Талғат Мұсабаевтың тәулікпен өлшегендегі жалпы ұшу ұзақтығы қандай дейді. Өздерің білесіңдер, Талғат Мұсабаев ғарышта 3 рет болды. Бірінші ұшқанда 125 тәулік 22 сағат екен, екінші ұшқанда 207 тәулік 12 сағат екен, үшінші ұшқанда 7 тәулік 22 сағат екен. Жалпы ұшу ұзақтығы 3 ұшқанда 339 тәулік 56 сағат екен. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада өрнектерді баған түрінде жаз және есепте дейді. Көбейтуге және бөлуге берілген амалдарды баған түрінде жазып, мәнін табамыз. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Есепте дұрыстығын тексер дейді. 14 сантиметрді 3-ке көбейтсек 42 сантиметр, 222 килограммды 4-ке көбейтсек 888 килограмм, 82 граммды 2-ке бөлсек 41 грамм, 72 миллиметрді 3-ке бөлсек 24 миллиметр, 12 килограммды 5-ке көбейтсек 60 килограмм, 433 метрді 2-ге көбейтсек 866 метр. Келесі тапсырмаға назар аударайық, күрделі теңдеулер берілген. Мұндай күрделі теңдеулерді шешу үшін қосымша есептеулерді есептеп, теңдеуді ықшамдап аламыз, қарапайым түрге келтіріп алып, теңдеулердің мәнін шешеміз. Келесі 5-ші тапсырмаға назар аударайық, өрнектерді баған түрінде жаз және есепте дейді. Көбейту, бөлу, азайту, қосу амалдарына берілген есептерді баған түрінде жазып, мәнін есептеп табамыз. Келесі 6-шы тапсырмаға қарайық. 6-шы тапсырмада сызба бойынша есептер құрастырыңдар дейді. Қорапта 25 қызыл бөлшек болды. 39 көк бөлшектер болды. 27 жасыл бөлшектер болды. Қораптан 44 бөлшек алынғанда, қорапта неше бөлшек қалды дейді. Алдымен қызыл бөлшекті, көк бөлшекті және жасыл бөлшекті қосып аламыз. Барлық бөлшек 91 болады. 91-ден 44-ті алғанда 47 болады. Яғни қорапта 47 бөлшек қалды. Келесі 7-ші тапсырмаға назар аударайық, бос орындарды толтыр дейді. 215 сантиметрде 2 метр 15 сантиметр болады. 5 метр 90 сантиметріміз 590 сантиметр болады. 7 метр 1 дециметріміз 71 дециметр болады. 20 сантиметріміз 200 миллиметр болады. 240 минутымыз 4 сағат болады. 4 сағат 2 минутымыз 242 минут болады. Келесі 8-ші тапсырмаға назар аударайық. Ұзындықтары 15 миллиметр, 4 сантиметр 1 миллиметр, 29 миллиметр, 62 миллиметр болатын кесінділер сыз дейді. Ең қысқа кесінді, ең ұзын кесіндіден қаншалықты қысқа екенін анықта дейді. 15 миллиметр дегеніміз 1 сантиметр 5 миллиметр екен. Бірінші кесіндіміз. Екінші кесіндіміз 4 сантиметр 1 миллиметр екен. Үшінші кесіндіміз 29 миллиметр дегеніміз 2 сантиметр 9 миллиметр. Төртінші кесіндіміз 62 миллиметр. Ол 62 миллиметр дегеніміз 6 сантиметр 2 миллиметр екен. Енді бұл жерде ең қысқа кесінді 1 сантиметр 5 миллиметр екен. Ал ең ұзын кесінді 6 сантиметр 2 миллиметр екен. Ең қысқа кесінді, ең ұзын кесіндіден қаншалықты қысқа екенін білу үшін 6 сантиметр 2 миллиметрден 1 сантиметр 5 миллиметрді азайтамыз. Сонда ең қысқа кесінді
ең ұзын кесіндіден 4 сантиметр 7 миллиметр қысқа болады екен. Келесі 9-шы тапсырмаға назар аударайық. Тиісті жерлерге теңдіктер тура болатындай жақшалар қой дейді. Бірінші теңдікке қараймыз. Бірінші теңдікте жақшаны 4-тің алдынан және 2-нің артынан қоямыз. Себебі бірінші жақшаның іші орындалады. 4-ке 2-ні қосамыз 6 болады. 12-ні 6-ға бөлеміз 2 болады. 9-ды 8-ге көбейтеміз 72 болады. 72-ге 2-ні қоссақ 74 болады. Келесі теңдікке қараймыз. 9-дың алдынан және 12-нің артынан қоямыз. Бірінші жақшаның ішіндегі 9 8-ге көбейтіледі. 72 болады. 72-ге 12-ні қосамыз 84 болады. 84-ті 4-ке бөлеміз 21 болады. 21-ге 2-ні қосамыз 23 болады. Келесі 3-ші теңдікке қараймыз. 8-дің алдынан және 12-нің артынан қоямыз жақшаны. 8-ге 12-ні қоссақ 20 болады. 9-ды 20-ға көбейтсек 180 болады. 180-ді 4-ке бөлсек 45 болады. 45-ке 2-ні қоссақ 47 болады. Достар, сіздерге бүгінгі сабағымыз ұнап жатса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар.